Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында Алик Шпекбаев аймақ активімен кездесті. Ведомство басшысы мемлекеттік қызметті жаңғырту жолдары және сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу әдістері жайлы айтып берді. Ол мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысын өтеудегі жаңа бонустық жүйенің артықшылықтарын атап өтті. Кездесу барысында сыбайлас жемқорлықтан азат өңірлер жобасының басталғаны туралы жарияланды. Сарыарқа адалдық алаңы. Оның ең бірінші мақсаты ол мына тұрмыстық жемқорлықты жою. Ендігіден осы жемқорлықты сыбайластың деңгейін төмендету, оны жеңуге мүмкіндік қазір әзірше жоқ. Соның өзінде де мына тұрмыстықтың көлемінде оны жеңуге болады. Астана қаласы осы жобаны бірінші болып іске қосты. Бүгінгі күні шара өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Осы орайда Қарағанды облыста жемқорлықпен күресте жобалық менеджмент механизмін қолданбақ. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі бағыттарының бірі болады. Осы Сарыарқа адалдық алаңы деп жаңа көрсетілген біздің қол қойған құжатымыздағы барлық мәселелердің барлығын енді бірігіп атқаратын боламыз деп мен ойлаймын. Әрине бұл шынында да біздің Сарыарқаны адалдық алаңына айналдыру үшін көп жұмыс қажет. Сол жұмысты сәттілік тілеймін барлығымызға жасауға. Жоба мемлекеттік қызмет сапасын жақсартуға, тұрмыстық жемқорлықты жоюға, азаматтар мен бизнес үшін бөгетсіз және жайлы шарттар құруға, мемлекеттік органдардың іс-әрекеттерінде ашықтық пен мөлдірлікті қамтамасыз етуге және ауқымды қоғамдық бақылау жүргізуге бағытталған. Дәуренбек Бақдәулет, Сайран Ақанбаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.